қазір бізде екінші жолдастық кездесу жүріп жатыр. Главный тренер болып. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Әлішер Келгенбай, және де бүгін бізде жаңа выпуск. Шайларыңызды дайындалып, жақсылап жайғасып отырыңыздар. Келесі видеода сөйлеп атқан бәрі кетті. Ал бізде екінші выпуск, бізде АК-10 командасына дәл қазір отбор болып, сол отбордың екінші бөлігі, дәл қазір бізде екінші жолдастық кездесу жүріп жатыр. Бұл қандай команда, не болып жатыр деген кісілер сілтемеде астында описаниеде ссылка тұрады, сол ссылкаға кірсеңіздер, бұл АК-10 командасы қалай пайда болғаны туралы. В принципе, ойынымыз жақсы жүріп жатыр. Дәл қазір біз лайв түсіріп жатқаннан кейін, дәл қазір біз 1-0 есебімен ұтып жатырмыз. Қандай командаға қарсы ойнап жатырсыздар десеңіздер, екінші лигада өнер көрсететін Урбан командасына қарсы ойнап жатырмыз. Өсіп сөйлеп тұрғанда бізге қазір гол соғып кетті. Сол себепті ничего страшного, әлі алда екінші тайм бар. Сол себепті жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Матчтың қалай өтетінін бірге тамашалайық. Кеттік, давайте. Самочувствие қалай жігіттер? Жақсы ма? Ничего страшного, бұл енді команда көріне соперник опытный. Соперник опытный, біз енді жиналып жатырмыз. Связка жоқ бір шетінен. Көп жұмыс жасау керек, көрініп тұр, өздеріңе байқаған шығарсыңдар. Физически мықты болу керек. Әркім өз позициясын до конца ойнау керек, алдыға, артқа. Мынандай көріндер соперник, ертең жилига тур осындай уровеньдағы командалар болады. Артық ештеңе айтпаймын, потому что екінші ойын жаңадан жиналып жатырмыз. Команда бір шетінен опытный команда болғандықтан өзі көрініп тұр, ойын өзі айтып тұр, қалай екен. Аллаға мыңда бір шүкір, қайта ешқандай бір травмасыз, ешқандай бір ситуациясыз, төбелес қырғынсыз, ең бастысы менің ойымша осы деп ойлаймын. Матчқа келетін болсақ, изначально ұтуға да дайын болдық. Ол счетта емес мәселе. Мәселе микро моменттерде жігіттер. Жалпы отбор деген кезде тек қана поляда деп ойламаңдар жігіттер. Отбор деген ол басында басталып қойған ар жақта. Ар жақтағы настройларыңыз, жаңағындай көріп жатырмыз араларыңыздағы отношенияларыңызды. Сол үшін жігіттер айтып жатқаным сол, поляға шыққаннан шықпай тұр, біреуің тышқын келіп жатыр ар жақта. Шам деп отырмын ғой. Біреуің шығып алып, өзіңмен өзің прикол ұстап жүрсіңдер ар жақта. Оны сен ойнаған жеңіл ме деймін. Оның бәрін біз қарамайды дейсіңдер ма? Қараймыз. Сендер просмотрға келдіңдер ма? Значит, жігіттер концентрация просмотрда болу керек.
сендердің ойындарың, бүкіл фокустарың ойында болу керек. Біз қазір отырып, бізге біраз нәрсені анализ жасау керек, потому что позицияны біз, мысалы, кейбіреулерің, мысалы, басқа позицияға кіріп кетіп жатсыңдар. Оның бәрі қарай, ол, конечно, тренердің жұмысы, бірақ біз соны қазір отырып, бірге талқылаймыз, в общем айтқан кезде. Шай ішіп, асықпай, каждыйыңыздың микромоменттеріңізді қараймыз. Но вообще айтатын, отбордан дальше өтетін болсаңыздар, жігіттер, әлі өтпейміз. Бізде тағы бір товарняк бар. И, скорее всего, араларыңыздан бір, как минимум 4-5 игрок ары қарай жалғастырмайды. Қара, шықтыңдар ма поляға, болдыны. Іштен алып тастаңдар, бүкіл өмірді алып тастаңдар былай. Поля, матчты ғана ойландар, болды. Матчқа шықтыңдар ма, значит, достойно ойнаңдар. Ұтылдың ба, мына жаққа ұтылып келдің ба, сен өзің позицияңды жырттың. Осылайынан ұтылсаң, базар жоқ. А қазір шығып алдық, бірі-біріңе кипишавать ет. Анау, мынау, бірі-бірімен айқалаш жүрсіңдер жігіттер. Матч әлі біткен жоқ, сендер уже матчты бағана бітіріп тастадыңдар. Бірінші тайм бітпей бітіріп тастадыңдар матчты. Сол, давайте бәріміз қол шапақта. Отбордан өткен жігіттерді біз группаға жазамыз. Сосын ары қарай на рассмотрение қарайтын жігіттерді тоже группаға жазамыз. Сол себепті келесі матчқа енді товарищеский матчқа дейін кездесеміз иншалла. Жарай ма? Все, давайте. Марго туған күні құдай. Марго туған күні, давай. Ой, бүгін туған күні ма не? Маргоның туған күні ма? Замақ қалып жүрген ба? Замақ етіп. Коридор деп айтайын деп атсақ ма? Ал достар, біз матчтан шығып, командамызбен тимбилдинг жасап, кішігірім шай ішіп, мына жақта бүгінгі матчты қарап, енді поляда жүрген кезде эмоциямен жаңағыдай игроктарға дұрыс мән бере алмайсың. Ал қазір трансляцияның бір жақсысы отырып, асықпай шай ішіп, матчты қарап жатырмыз. И кімнің ошибкасы, в принципе, кім қалай ойнады, соның барлығын осы жақта көрініп тұр. Сол себепті егерде мысалы менің мықты ойнағанымды көрмей қалды деп айтып жатқан жігіттердің аяқта көрініп тұр, кім мықты ойнап жатыр. Жігіттер енді бірінші өздерімен командасымен бірінші ойнап жатқаннан кейін имеется в виду бір-бірін дұрыстап танымайды. Ол да влиять етеді негізінде. Бірақ футбол деңгейі ол бірден көрініп тұрады. Сол себепті қазір жақсылап выбор жасап, тренермен бірге арасындағы шығару керек жігіттерді командадан шығарып, оларға былайша айтқан кезде сәттілік тілейміз. Келесі отборларға келіп, егерде өзін реально мықты көрсетіп, пахать етіп, сол игроктарды біз командаға аламыз деп ойлаймыз. Қара, на еке уже. Пас мияқтан екі ортадан, мынау қашты. Әлі қазір жаттығудың үстіндеміз, жаттығуға келдік. И бүгін біз полный состав отбордан өткен жігіттермен алғашқы тренировка жасаймыз. Өйткені бізде ертең товарняк болады. Алдында ұтылдық қой, алтта бір. Тура сол командаға ертең қайттан ойнаймыз. Алдыңғы товарищеский матчтан кейін бізде әлі тағы да 3 отбор өтті. Сол жақтан қателеспесем 6 игроктай бізге қосылды. И бүгін енді позиционна қараймыз. Сол позиционна кішкене занимация етіп, ертеңгі матчқа сақадай сай шығамыз. Ендеше тренировка кеттік. Ал бүгін бізде ерекше жаңалық, ерекше қуанышты сәт. Біз енді жаңадан халықтың командасы болып жиналып жатқаннан кейін біздің тренеріміз болып, бас бапкеріміз болып, главный тренер болып, атақты біздің Болат ағай, Болат Жолдасович. Всякое бывало, да, в футболе. Но уводить команду с поля боя нельзя. Біле білсеңіздер, Болат ағай біздің Қазақстан ұлттық құрамасына ең алғашқы гол соққан Сұрмерген. Сол себепті ырымдап осы біздің команданың бапкері болып, бізден сондай мықты команда шығарады деген ойдамыз. Және де біле білсеңіздер, Болат Жолдасович ол SD Family'дің тренері, жалпы KZMFL-дің тренері. Сол себепті осындай керемет тренерге құттықтаймыз, жігіттер. Енді не айтуға болады, енді Алишерді өзім кезінде SD Family'да құрама командасы медиасында бірге жүрген
футболистім бауырым дегенде енді осындай проект ашып жатқасын бәке көмектесіп жібересіз бе деп сөйтіп маған звондап айтқан. Бүгін бүйтіп келген, балдарды көріп не болғанын, қалай болатынын. Бұл проектті де өте қызық деп ойлаймын. Подписчиктер көбінесе деген. Қарапайым халық. Иә, ар жағын қалай болатынын енді көреміз. Құдайға шүкір, енді бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет жігіттер. Не отдаем потом. Bir касание нельзя отдавать. Кел. Небольшой эстафета болады да. Пас. Кирк не считается? Алтада. Ага. Пас ортаға, сброс арт. Не қарай ашылады. Сброс через номер. Да. Потом сделай так на фишкаларда вдоль штрафной, да, и Анжеге ана воротына Анжеге и пусть на 7 поиграл. Кеттік на сало! Қасына жүгірмеші бір бір жағынан қызық екен деймін да. Алдында Алишерде айтқан, осындай бір проект жасайын ба деп, сосын келгесін бәке бір сөйлесейік дегенде, бірінші келіп тұрмын. Менің ойымша бұлардың подписчиктар екен көбінесе. Мен енді бірінші тренировка болғасын көбісін жігіттерді көріп отырмын. Нелер айтады ғой, бұрынғы центрдарда, дюшаларда дайындалмаған жігіттер көбінесе деймін да. Енді бір жағынан футболда өте жақсы көретін шығар. И бір жағынан оларда Алишердің подписчиктері, Алишер өзі медиа лигада кезінде осындай футболда популяризировать жүрген блогер ғой. Енді қызық проект деймін, енді Алишерді бұрыннан білемін, сол айтқан, әке көмектесесің ба, осындай проект ашайын деп еді, көрейік деп енді. Балдар енді үйреті көріп, көбісі енді жүгіреді, тебеуін тебеді дегенде, бірақ тактика жағынан түсінгіш шамалы қиындау болып тұр да. Бірақ уақыт керек бәріне, оның бәрін жасау үшін. Такшы көреміз, қалай болады екен алдымызда. Сол? Ар жағынан бас. Жақсы. Нешеде ойын? 2-мен? Ертең сағат 9-да. Кешкі? Алдындағы команда аты Урбан дейтін. Жақсы команда былай, нормально ойнайды. Бірақ енді бұл кезде ертең енді біз өзіміз усиление болып шығатын шығармыз. Балалар қосылып жатыр центрға, защитаға. Сол үшін енді ертең ұтуымыз керек, қалайда жігіттер. Ертеңге бүгін енді легкий упражнение болды ғой. Ертең нешеде жиналамыз біз? Группаға сізді қосып, сол жаққа қарай информация бересіз. Все, жігіттер, онса ертең кездесеміз. Рахмет. Молодцы сегодня. Желание болса болды ғой. Воротына қойып тастаңдар, жігіттер, бәрін көтер. Саня, принимаем, отдаем. Меняем, оң жақпен алсамыз, оң жақпен, берген жақпен, оң жағымен. 20 секунд потом ауыстырамыз сол аяқ. Көрінер ғой өткен, оларда уже настрой жоқ, уже өткен біз ұтывағаннан кейін андай счетпен уже көрінер ғой. Арсен бара жүрсің, Арсен барам дейінші уже юрып кетіп қалды. Жек қоятын едім, бәрі сенбеді ма үйде? Сендер сол үшін. Бірге қонсынар. Сенбей бар дейбі бара жатып кеткесің ғой. Жетамай қалады. Жек қоймай деймін ғой. Жек қоятын едім, жігіт
Слушаем, қараңдар. Жақсылап ойнаймыз. Главный тренер тұр, мына қарап отыр, жолдасы барлықтарының ойындарын көреді. Бүгін кім кішкене өткенде ошибка жіберетін болса, өткенде көрінер ғой, бірден сразу 6 игрок, 7 игрок біз командадан алып тастадық. Сол себептен міне главный тренердің өзі отыр, ойындарын қарайды. И ойыннан кейін жаңағындай 6-7 игрок там списоктан сызылып жүрмеңдер. Так, на ворота бізде Ерасыл, Ешон. Правый защитник Дастан, Досик. Центральный, правый защитник Марго, центральный, левый защитник бізде Арсен. Арсен қайда? Ага. И левый защитник Санчо, новенький. Подборники. Санчо. Так, ортада Аблай мен левый Аблай. Центральный опорник и правый бізде Айдос. Правыйда Мұхтар. Ползащита. 4-4-2 ойнаймыз, Мұхтар правыйда ойнайсың. Левыйда Дәулет. Даука, өзің ойнайсың, өзің позицияңда көрсетесің. Так, впереди бізде Макс. Туранский Мак и Альшер. Все, похлопай, давай, жігіттер. Алдында сіздер ұтылдыңыздар, мысалда ойнадық, біз ұтылдық, точнее, мен сол намыс үшін шығып жатырмыз. И на команда не үшін қайтадан ойнап жатырмыз, потому что кімде характер бар, осы матчты көреміз, короче. Реально, жігіттер. Так что, шығып, даже ұтылсақ ұтылайық, ну, достойно ұтылайық. Хорошо? Десең қалай, давай, ұтамыз, қайда. Ұтылу деген нәрсе вообще ойда болмасын, және ма? Алға дейін біз Қазақстан деп айғайлаймыз, және ма? Алға! Қазақстан! Хорош, тағы берет. Үйренеміз. Жігіттер, біз не үшін Қазақстан деп айтамыз? Себебі біз қазақ еліндеміз. Екіншіден біз ұлттық командамыз, народная команда. Сол үшін кейін біз әлемдік чемпионаттарда өнер көрсетіп жатқан кезде дәл осы алға Қазақстан деген сөз осы біздің аузымыздан шығу керек жігіттер. Деп айғайлаймыз, жарай ма? Деп айғайлау жоқ. Алға деп айғайлаймыз, сіздер Қазақстан деп айғайлайсыз. Жарай ма? Алға! Қазақстан! Центру идет, сужаем. Последний отборный. Защитник, подсказки. Бірінші тайм мен қарап отырмын мен сендердің ойындарыңды. Сендер қайыққа сығасыңдар. Бір как будто, знаешь, последняя минута, да? И сыңғып жүрсіңдер мына, былай. Футбол деген ойнағанда оны дұрыстап ойнау керек қой. Асықпай, пас беріп партнерыңа. Қанша міне 5-6 тым жақсы атака жасадыңдар, 2 защитникке үшеуің шығасыңдар да, и бір-біріңе пас бере алмайсыңдар. Не, в плане борьбы вопросов нет, там, боретесь, ты. Иногда страшно насмотреть, как вы там бьетесь дегенде. Ну, вроде выживаете дегенде. Ну, моменты такие надо использовать. Я ожидал худшего, честно признаться, Алишер. Ну, что-то есть им, да? Что-то есть. Надо поработать над этим, да? Уже Алишерді ұстап алған, сен иногда, Алишер, тут чуть опускайся, видишь, тебя пасут там, блядь, аттан сияқты да, блядь, там, кет, саңғы жүрсіңдер, блядь. Парайна жизнь футболист. Бұры, мен отырып қарай, блядь, мыналар шаршайды деймін да, шаршамайсыңдар, енді шамал, айтады орыстарда, дурная голова, ногам покоя не дает, дейді ғой, блядь. София, давай, жігіттер, спокойно, уверенно, ойнаңдар. Я болт сал, победа уже. Кто еще? Можно? Кто в нападающий? Ну, до сюда. Нападающий кто? Давай. Третий. Четвертый. И... Муха есть, муха есть.
Бір полузащитник. Пятый бир. Понятно? Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Понял? Ты какой? Все, спокойно. Өздеріңіз көрдіңдер, да? Начали строго играть, ответственно. Сразу могли выиграть и забить. Алуға да болады, но бұл жағынан. Алмас не даст соврать, да? Даже если Алишер промахнулся, бәрі том скажет. Дегенде. Вратарға молодец там, и оборона шамал ответственно ойнатты, да. Мына команда ма, алыпта бір туғандары. Осылай, жеңіске жете берейік, осылай дегенде. Самое главное не лучше. Желание болса болды, а жар келтіруге бәрін болады. Еще раз с победой, молодцы. Ал достар, осымен біздің товарняк аяқталды. Шынымды айтсам өте қатты қуанып тұрмын, себебі алдында біз 6-1 ұтылғанбыз. Сонымен қатар енді соңғы жағында пенальти болған кезде өзім енді бірінші шығып былайша айтқан кезде кішкене шоу жасап тепкім келген, бірақ та өкінішке орай енді болмай қалды. Бұны не үшін олай тепті десеңіздер, мен кішкене еркіндікті көрсеткім келді, жаңағындай как лидер команды болғаннан кейін, как медиа игрок болғаннан кейін кішкене сондай шоу жасап, сөйтіп көрсеткім келді. Бірақ та енді бұл пенальтиді мен бұрыннан тепкім келіп жүрген, и осы жолы енді өтпей қалды. Значит, бұл пенальтиді лучше теппей қалған дұрыс деген сөз. Барыншаларыңызға рахмет айтамын. Сіздерге қалай матч ұнады деген ойдамын. Енді дальныйдан соққан гол енді вообще әдемі кетті штрафныйдан. Сол себепті сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Давайте сіздерден мощный актив күтеміз. Сіздермен халықтың командасы АК10 және де мұсылман қазақ Алишер Келгенбай.